Құранды арабша оқуға тырысу керек. Мен ата-анам 56-шы жылғылар ғой. Олар екеуі қызығып, қазір Құранды оқып, жаттап, бір 20-30 парағын жатқа біледі анамда. Ясин сүрелерін жатқа тапсырады маған. Тыңдап қой, қайтем жоқ па деп қойып, ұзын сүрелер жатқа тапсырады. 83 нелер. Аятты. Жасы үлкен кісілер ғой. Пенсиядағы адамдар ғой. Әлі Құран жаттап жүр. Ұзын сүрелер жаттап отыр қазір. Біраз пара жаттап тастады Құраннан. Ықылас екен де адамды шешетін о жерде. Немесе сол Ықылас сүресін жаттай алмай жүрген кезінде анам Куфуан ахад деп айт десе, уан деп айтамай тілігем, неге уан деп айтамайым мен деп жылап жүрген анам Ықыласы ашылып, қазір неше пара жаттап тастағанда Құраннан Ықыласқа қарайды екен да. Сол бәрін оза бастады апалардан дейді ғой, жаңа Ықылас сүресін жаттап тапсырамай жүргенем дейді. Аллах Тағала бір күні ашты дейді көкейін дейді. Соны ал зырылдатып ең соңында отырады екен да, ана жақсы тапсырғандар жылжи береді алдыға қарай. Бір күні қарасам ең алдында отырмын дейді да ұстаздың дейді. Барлық ападан озып кетіппін дейді. Ықыласыңыздың арқасы ғой деймін де, жылап жүріп Құран жаттап жүрген. Неғып жаттай алмай жатырмын мен деп жылайтын еді да. Бәрі неғып тілім келмей жатыр мен деп. Аллах Тағала ықыласпен береді екен. Сол үшін ықылас қою керек.